бір дискриминант квадрат теңдеу. Математика сіз үшін өте қиын ба? Онда дәл қазір осы видеоны соңына дейін қараңыз. Уәде беремін, бұл сабақ сіз үшін өте қызық болады. Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге дискриминант және де квадрат теңдеу тақырыбын түсіндіретін боламын. Ал сіздер лайктарыңызды аямаңыздар және каналға асықпай тіркеліп алыңыздар. Алдымен қарапайым ғана теңдеуді айтайық. Оның түрін танисыздар. Арнайы x деген айнымалысы болады. Бұл жерде де осы x айнымалысы бар. Тек қана 2x бар. Ең үлкен дәрежесі квадрат болып тұр. Міне, ең үлкен дәрежесі x-тің квадрат болатын болса, онда бұл теңдеу бізде квадраттық теңдеу деп айтылады. x-тің 3 дәрежесі емес, x-тің 4 дәрежесі емес. Именно осы x-тің ең үлкен дәрежесі квадрат болу керек. Сондықтан да бұл квадраттық теңдеу деп айтылады. Енді бұл жердегі а, в, с деген әріптер қандай әріптер? Бұлар коэффициент. Не үшін? Мына жерде а деген x-ға көбейтіліп тұр, в деген x-ға көбейтіліп тұр. Міне егер бұлар x-ға көбейтіліп тұрса, бұлар бізде коэффициент деп айтылады. Бірінші коэффициент, екінші коэффициент. Ал с-ның жалғыз өзі тұр, сондықтан ол тек қана бос мүше болады. Квадрат теңдеуді біз дискриминант арқылы есептейтін боламыз. Дискриминантты мынадай d деген әріппен белгілейді, оны мына формуламен шешетін боламыз. Мұндағы v деген әрбіміз мына жерде тұрған сан, a дегеніміз мына жерде тұрған сан, s дегеніміз мына жерде тұрған сан. Және осы дискриминантты табу арқылы біз теңдеудің екі мәнін табатын боламыз. x1, x2 мәндерін табатын боламыз. Енді осы квадрат теңдеуге берілген бір мысалды шығарып көрсетейін. Квадрат теңдеуіміз, мінекей, тек қана мына жерде ғана айырмашылық болып тұр, біреуінде плюс, ал мына жерде минус болып тұр. Оны біз былай өзгертіп алсақ болады түсінікті болу үшін. 2x квадрат плюс 3x плюс, формула бойынша плюс деп алдым, ал мынаны минус 5 деп аламыз. Мінекей. С деген әрібіміз бұл жерде минус 5-ке тең. Осыны дискриминант арқылы шешеміз. Мінекей формуласы. В-ның орнында бізде 3 тұр. 3-тің квадраты минус 4. Көбейтілген а-ның орнында бізде 2 тұр. С-ның орнында бізде минус 5 тұр. Ықшамдаймыз. 9 қосылған 40 тең болады 49. Мінекей дискриминантты тауып алдық. Енді екі мәнін тауып аламыз. Бірінші мәніміз, мінекей формуласы минус в. Минус v-ның орнында бізде 3 тұр. Плюс түбір астындағы дискриминант бізден 49 шықты. Бөлімде 2 көбейтілген а-ның орнында бізде 2 тұр. Тең, ықшамдаймыз. Минус 3 плюс 49-дан 7 шығады түбір астынан. Бөлімі 4 тең болады. Мына жерден 4 шығады. 4-ті 4-ке бөлетін болсақ 1. Енді екінші мәнді табайық. Екінші мәні дәл осы сияқты, бірақ тек мына жерде минус болады. Минус 3, минус, түбірасында 49, бөлімінде 2 көбейту 2. Тең, ықшамдайтын болсақ, минус 3, минус 49-дан 7 шығады, бөлімі 4, минус 2 сан қосылады 10, бөлімде 4. Бұл екеу қысқарады 2-ге, сонда минус 2-ден 5 шығады екен. Квадрат теңдеуде бізде а, в, с сандарының орнында 0 болып қалса, теңдеу қалай өзгереді, соны көрейік. Егер бұл жерден а 0-ге тең болса, 0 мен x квадрат көбейтіліп, мына жер 0 болып кетеді, яғни жойылып кетеді, тек мына 2 бөлік қалып қояды. v(x) қосылған с тең 0. Квадрат теңдеудің ережесі бойынша бізде x-тің үлкен дәрежесі квадрат болу керек еді, квадрат жойылып кетті. Демек, бұл квадрат теңдеуге жатпайды. Яғни, квадрат теңдеу болу үшін біздің а санымыз 0-ге тең болмау керек. Екінші, егер v деген әріп 0-ге тең болып қалса теңдеуде, онда x-ға көбейтіліп мына жер жойылып кетеді, тек 2 бөлік қалып қояды. а x квадрат плюс с қалып қояды. Бұл жерде x-тің квадраты сақталып тұр. Демек, бұл квадраттық теңдеу.
Тек мына бөлік жойылып кеткендіктен бұл квадраттық теңдеу бізде толымсыз квадрат теңдеу деп аталады. Мысалы, шығарайық осы есепке 4х квадрат минус 16 тең 0 болсын. А-ның орнында 4 тұр, С-ның орнында минус 16 тұр. Бұл теңдеуді біз былай шығарамыз. 4х квадрат минус 16 теңдіктің екінші бетіне өткендіктен таңбасы ауысып, плюс 16 айналады. Х квадрат тең 16 бөлінген 4. 16-ны 4-ке бөлсек 4. Х тең болады. 4 дегеніміз плюс минус 2. Өйткені плюс 2-ның де квадраты 4-ке тең, минус 2-ның де квадраты 4-ке тең болады. Үшінші, С деген әріп 0-ге тең болып қалса, қалай өзгереді екен? Мына жер 0-ге тең болса, бізде тек мына 2 бөлік қалады. Ах квадрат плюс Vx тең 0. Х квадрат сақталып қалды есепте, демек бұл бізде квадраттық теңдеуге жатады. Тек қана мына бір жері жоқ болғандықтан, бұл да толымсыз квадрат теңдеуге жатады. Бұл есепке бір мысал келтірейік. 4х квадрат плюс 8х тең 0 болсын. А-ның орнында 4 тұр, В-ның орнында 8 тұр. Бұл теңдеуді қалай шығарамыз? Саннан 4 пен 8-ден жақшаның сыртына 4 шығарамыз. Екеуінде де х бар, х-ті жақша сыртына шығарамыз. Мына жерден 4х-ті шығарсақ, х-тің біреуі қалып қояды. Мына жерден 4х-ті шығарсақ, 2 қалып қояды. Тең 0. Жақшаның сыртындағы өрнекті бір бөлік шығарамыз. Ішіндегі өрнекті бір бөлік шығарамыз, 0-ге теңестіріп. Мына жерде х-ымыз 0-ге тең болады, а мына жерде х-ымыз минус 2-ге тең болады. Мінекей, құрметті оқырмандар, бүгінгі тақырыптан түсінбеген есептеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Ал келесі видеоларда біз осы тақырыпқа байланысты есептерді шығаратын боламыз. Қош, сау болыңыздар.